Өмірлік миссия туралы. Асхат Әлімов. Біздің мәдениетте шаршағанды білдіру, шаршағаныңды көрсету әдеті орын алған. Осы арқылы біз жұмысқа толығымен берілгенімізді көрсетеміз. Оңай жұмыс жасамай, күрделіде маңызды қызмет атқарғандығымызды білдіреміз. Бізде тіпті амандасқанда, шаршамай жүрсіз бе? Деп жөн сұрасады. Сол себепті де біздің қоғамда жұмыстан шаршап, титықтап жүргендердің саны өте көп секілді. Осыған сәйкес біз жұмыста жүргенімізде қабағымызды жиі шытып, анда-санда терең күрсініп, елге шаршағанымызды бір көрсетіп қоямыз. Әрине, бұл әрекетіміз арқылы өзіміз туралы жағымды пікір қалыптастыруға тырысамыз. Өйткені шаршаған адам бір нәрсе тындырып жүрген адам емес пе? Осылай жасау арқылы қоршағандарға мынандай астарлы хабар жібереміз. Шаршап жүргенім, қиын шаруа атқарғанымнан, және де жұмыс жасағанда оған толық беріліп, өзімді аямауымнан. Сондықтан да мен сыйлауға лайықпын. Бала шағамызға да жұмыстан келгенде шаршаған кейіпте көрінуге тырысамыз. Мұндағы месседж дәл жоғарыдағыдай: әкелерің, аналарың жұмыстан шаршап келді. Менің жұмысым оңай емес. Мен күні бойы сендерді қалай асыраймын деп, аянбай еңбек жасап, шаршап жүрмін. Әрине, үйдегілердің аяғының ұшымен жүріп, біздің мазамызды алмауға тырысатындығы хақ. Бұған қоса, шаршағанымызды көрсету арқылы біз басқа әрекетке еш құлқымыз жоқ екендігін де білдіреміз. Мен мына шаруаны атқарып шаршап тұрғанда, маған қалайша қосымша жұмыс бересіз? Маған обал емес пе? Деген мағынада. Демек, шаршағаныңды білдіру жұмысқа деген ынтаның, ықылас, ұмтылыс, құлықтың жоқтығын көрсетеді емес пе? Мұндай жасанды шаршаудың әдетке айналып, шынайы шаршауға әкелетіндігі анық. Осы жаман әдеттің салдарынан кәсіби тұрғыдан өртену де жиі орын алады емес пе арамызда? Жұмыста шаршамаудың амалы қандай? Танымал бизнесмен және инвестор Марғұлан Сейсенбаевтың айтуы бойынша, шаршамаудың ең басты амалы сүйікті іспен айналысу. Ал ол үшін біз ең алдымен өзіміздің өмірлік миссиямызды анықтап алуымыз қажет. Миссия дегеніміз өміріміздің мәнін қалайша түсінетіндігіміз. Миссия адамның не үшін өмір сүріп әрекеттенетіндігі. Егерде адамның асқақ өмірлік мақсаттары жоқ болса, ол не үшін өмір сүретіндігін нақты айқындамаған болса, және бар күш-жігерін, амал әрекеттерін Абай 7-ші қара сөзінде айтқандай, тек ішсем, жесем, ұйықтасам деп тәннің құмарына жұмсаса, ондай адамның хайуан малдан несі артық? Мұндай мәнсіз бір күнмен ғана шектелетін өмірді өсімдік пен малдың қарапайым өміріне теңеу тегін емес. Бұл түсінік өзге адамдарды қамқорлыққа алуға сүйенеді. Миссия қоғам үшін, басқалар үшін не жасап, басқаларға не беріп, өзімізден кейін не қалдыратындығымыз. Өзімнен кейін өзгелерге не қалдырамын? Және шәкәрімнің сөзімен айтсақ, нетсем пайдам деген сұрақтарға жауап беру. Басқаша сөзбен айтатын болсақ, миссия дегеніміз адамның әлем мен адамзатқа қосқан үлесі. Мәселе өмірдің мәні мен миссиясын табуда болып тұр. Сонда ғана адамның өмірі мағыналы болады. Психологияда логотерапия мағынасы мәнмен жазу, арылту, емдеу деген бағыттың негізін салған атақты философ және психолог Виктор Франкл 2-ші дүниежүзілік соғыста 3 жылдай фашистік концлагерлерде қамауда болғанда, тұтқындағылардың абақтының адам төзгісіз қиындықтарына тек өмірінің мәнін тапқанда ғана төтеп бере алатындығына көзін жеткізген. Тек мән ғана адам өмірін саналы әрі мағыналы жасайды, деп тұжырымдаған Виктор Франкл. Оның өмір мәні мен не үшін өмір сүру бар болса, онда адам барлық қалайды еңсереді деген ойы неміс философы Фридрих Ницшенің өмірінің едәуір бөлігін ауыр науқастан төсек тартып жатқан адам не үшін өмір сүретіндігін білсе, оған қалай өмір сүретіндігі маңызды емес деген идеясымен үндес. Өз өмірінің мәнін айқындамаған адамға өмір сүру қиынға түседі. Өйткені ол не үшін өмір сүремін
деген сұраққа жауап таппай, өзінің қаншалықты қажет екендігін төмен бағалайды. Осы арқылы өз өмірінің құндылығын да кем санайды. Ал өмірінің мәнін анықтау үшін адам нетсем пайдам деген секілді сұрақтарға бүкпесіз шындық тұрғысынан өзі ғана жауап беруі керек. Өйткені бұл өмір тек өзінікі, және де оған деген жауапкершілік тек өзінің мойнына жүктелген. Бұл туралы Виктор Франкл былай дейді: сайып келгенде, адам өзгелерден өз өмірінің мәні қандай деп сұрамау керек. Ол бұл сұрақтың өзіне ғана бағышталғанын түсінуі керек. Басқаша сөзбен айтқанда, өмір адамға көп сұрақтар қояды. Ал бұл сұрақтарға адам тек өз өміріне деген жауапкершілікті сезініп, оны өз мойнына жүктеп алған жағдайда ғана жауап бере алады. Демек, адам өз өмірінің миссиясын өздігімен құрастырады. Сонда ғана оның өмірі мән мен мағынаға бөленеді. Не үшін өмір сүретіндігі анық болады. Тағы да бір атақты философ Стивен Кови нәтижелерге жету туралы әңгіме қозғалған жағдайда, мен білетін ең тиімді құрал жеке миссия, философия немесе кредо құрастыру деп жазып, адам өмірінің мәні мен мазмұнын айқындаушы ретінде миссияның ерекше маңызын атап көрсеткен. Оның пікірі бойынша, жасампаз адамдар, тиімділігі өте жоғары адамдар өздерінің миссиясын басшылыққа алып, өз идеалдарына сәйкес өмір сүреді. Ал тиімділігі төмен адамдар деп Стивен Кови өзгелердің идеяларына ілесіп, өз өмірін өзге адамдардың мақсаттары ауқымында ұйымдастыратындарды жатқызады. Өмірлік миссиясын айқындап алған адамдарды үгіттеп, насихаттаудың қажеті жоқ. Өйткені не үшін өмір сүретіндігін нақтылап алғандықтан, олар не істеу керектігін, қалай өмір сүретіндігін жақсы біледі. Сол себепті де еш шаршамайды, жалықпайды. Олардың өмірге деген зауқы, тәбеті мен қызығушылығы ешқашан төмендемейді. Олар жолында туындаған қиындықтарды қасқайып, асқан төзімділікпен қарсы алады, мойымайды, морытсынбайды, тек майысады, сүрініп, омақаса құласа да, орнынан қайта тұрып, бетке алған бағыттарына қарай адымдайды. Ал миссиясын айқындамаған адамдар тез жасып, қиындықтарға төзе алмай, тез қартаяды. Олар не үшін өмір сүретіндігін айқындамағандықтан, көбіне көп инерциямен өмір сүреді. Амалым қанша, қыбырлаған жанымыз бар болғандықтан өмір сүріп жүрміз. Өмір деген өксік қой, деп өздерінің шарасыздықтарын айтып, ақталады. Олар не үшін емес, өйткені форматында өмір сүреді. Биік мақсат ауқымында емес, енді қайтемін, осылай болды ауқымында. Күш қуаты барда олар әрекеттенеді, бірақ тез шаршайды. Ал шаршағанда олар әдетте бүк түсіп жатып алып, бүкіл әлемге наразылығын білдіреді. Қыбырлағысы келмей, өмірінің едәуір бөлігін бос өткізіп, мысалы, телевизордың алдында, ақырындап физикалық тұрғыдан да, рухани моральдық тұрғыдан да шөге береді. Ал миссиясы бар адамдар тек өз миссиясымен әуре болып, соның ауқымында тынбай харекет жасайды. Ондайлар ешқандай сыртқы мотивацияны қажет етпейді десе де болады. Өйткені олар миссия аясында шабыттанып, өзінің ішкі мотивациясынан тұрақты түрде күшпен демалып отырады. Миссиясы бар адамдар өмірінің бір минутында бос өткізбейді. Оларда біреуге нала айтып, жөнсіз қылықтар жасауға, мысалы арақ ішуге еш зауқы мен уақыты болмайды. Ондайлар өз денсаулығына мұқият қарайды. Өйткені алдында өмірінің биік те асқақ мәні бар емес пе? Ылғи да үйрену үстінде болады. Өйткені миссиясы оған жоғары талаптар қояды. Ал оларды орындау үшін үнемі даму қажет. Өзі үшін өмір сүрмесе де, ондай адамдар өзіне асқан жауапкершілікпен қарайды. Бұл жерде өмірлік мақсат пен миссияның ұқсастығы мен айырмашылығына назар аударған жөн. Олардың ұқсастығы мынада: екеуі де адам алдына өмірлік міндеттер қояды. Айырмашылығы мынау: өмір мақсаты негізінен алғанда жеке мүддеге бағытталады, ал миссия
тек өзгелердің мүдделеріне бағытталады. Мысалы, лауазымдық тұрғыдан өсу үшін білімін жетілдіру, немесе шетел тілін меңгеру, өзің үшін үй салу секілді ұмтылыстар өмір мақсатына жатады. Өйткені адамның өз мүдделерін қанағаттандыруға негізделеді. Ал миссия жеке мүдделерге бағытталмай, өзге адамдардың мүдделеріне бағытталады. Басқаларға өз білгенін немесе шетел тілін үйрету, өзгелер үшін ғимарат салу, мешіт, мектеп салу, тағы басқа. Миссия дегеніміз біздің бұл дүниеге келуіміздің себебі, оның кірпіш ретінде өзінің орнын анықтауы. Абай айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Әрбір адам, Алла тағала мені бұл дүниеге не үшін жіберді? Менің бұл өмірдегі мақсат міндеттерім қандай? Мен не үшін өмір сүремін? Деген сұрақтарға жауап табуы керек. Қалай? Ең алдымен, дейді Марғұлан Бейсенбаев, адам бойындағы қандай қабілеттердің бар екендігін анықтауы керек. Алла тағала бізді бұл дүниеге белгілі бір мақсатпен, яғни нақты бір миссиямен жібереді. Және де жаратушы иеміз бізге ол миссияны орындау үшін барлық қажетті қабілеттерді береді. Демек, біз өзіміздің өмірлік миссиямызды жаратылыстан бойымызға біткен қабілеттерімізге қарап айқындауымыз керек. Демек, туа қалыптасқан қабілеттер біздің бұл дүниедегі миссиямыздың қандай екендігін көрсетеді. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.